Скрининг дегеніміз не және ол не үшін өткізіледі? Скрининг бұл белгілі бір жастағы сау адамдарды алдын ала медициналық тексеруден өткізу, қауіп факторлары мен ауруларды ерте сатысында анықтау. Қазақстанда нақты аурулар бойынша және белгілі бір жас топтар үшін скринингтік бағдарламалар бар. Олар халық үшін тегін. Скрининг түрлері: сүт безі қатерлі ісігі 40 жастан 70 жасқа дейінгі әйелдер, жатыр мойын обыры 30 жастан 70 жасқа дейінгі әйелдер, колоректальды скрининг 50 жастан 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер өтеді. Скринингті өз тұрғылықты тіркелген емханасынан тегін өтуге болады. Қатерлі ісікті ерте анықтау өмірді құтқарады және емдеу шығындарын азайтады және пациенттердің өмір сүру сапасын сақтауға мүмкіндік береді. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Уақытылы скринингтен өту аурулардың алдын алудың кепілі.